14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Қалай балам, жұмысында бәрі дұрыс қой әйтеуір? Жақсы әке, бәрі дұрыс. Айтпақшы Жомарт аға, әлгі қарыз берген адам қысып жатыр еді. 2 күнде қайтарып бер деген. Көмектесе аласыз ба? Саған біреу қарыз ал деді ма? Бөтен біреуден неге қарыз аласың? Керек болды ғой. Сол кезде ақшаңыз бола тұра өзіңіз бермедіңіз. Қанша сұрадым? Білмеймін. Қазір менің де ақша жоқ. Қалай қайтарсаң солай қайтар. Қарыз ал деген мен емес саған. Жарайды. Рахмет көмектескеніңізге. Сіз бермесеңіз де бірдеңе қылармыз. Сөз қайтарма. Ассалаумағалейкум ағайын. Біз ата-анамызды риза қылғымыз келеді. Анамызды қуантып, мерейін өсіруге тырысамыз. Әкеміздің мейірлене қарап, арқамыздан қаққанын күтеміз. Ал өмірдегі ең ардақтыларымыз жас ұлғайғанда бізден не күтеді? Оларды қуанту үшін біз не істей аламыз? Бүгін осы тақырыпты талқылап көрелік. Білмеймін. Қазір менің де ақша жоқ. Қалай қайтарсаң солай қайтар. Қарыз ал деген мен емес саған. Жарайды. Рахмет көмектескеніңізге. Сіз бермесеңіз де бірдеңе қылармыз. Сөз қайтарма. Апа, қараңызшы. 4 минуттада мал еліне барғанда алдым. Рахмет балам, несіне әуре болдың? Әуре болған ештеңем жоқ, апа. Сізге сыйлық жасаудан шаршамаймыз ғой. Балам, Ернаттың қарызын қайтсе екен? Қарыз алған екен, енді өз төлесін. Қалай қайтаратын, аларды неге ойламаған? Мына үйді жасаймын деп қарызға кіріп кетті ғой. Апа, ол өмір сөйтіп былықтырады жүр. Қарыз алады, сосын соңында мен төлеп жүрмін. Олай болмайды ғой енді. Жарайды апа, мен жұмыстарым бар еді. Кешке хабарласам. Жарайды жаным, бара бер. Алыс сапардан оралғанда анама орамал, әкеме жейде сыйласам риза қыламыз деп ойлаймыз. Алайда сандықта анамыздың басына тартпаған 10 орамал жатуы мүмкін. Сол сияқты әкемізді жылына 2 рет санаторийға апарғанмен бар мәселе шешілмейді. Атана ең алдымен балаларының тату болғанын тілейді. Шайың дайын ба? Дайын отыр. Әлгі Ернат қайда жүресіз? Қарыздың шаруасымен кетті ғой деймін. Жомарт не дейді? Өзі тапсын дейді. Осыларды бір-біріне жанашыр бауырмал болса деп едім, керісінше аралары суып барады. Ертең көзіміз кетсе, тіпті бір-бірін көрмей кете ме деймін. Отбасындағы ұл-қыздардың татулығы бүкіл әулет үшін абырой. Перзенттері өзара тату ынтымақты болса, ата-ана үшін одан артық бақыт жоқ. Алайда бауырлар кейде артық сөзге барып, бір-бірінің ғана емес, ата-анасының да көңілін қалдырып жатады. Ернат, яттырма сен дөзі. Саған сенгендіктен бердім ғой сол ақшаны. Таңертең дүкенге тауар алуым керек, тауып бер енді. 1 ай дедің, күттім, 1 апта дедің, күттім, 2 күн дедің. Қашанға дейін алдайсың? Сәл шыдашы міне. Іздестіріп жатырмын, табылып қалар ма екен? Рас айтам. Жомарт келіпті ғой шетелден, содан алмайсың ба? Жаңа ғана көлігін көрдің көшеде. Соны қош. Өз басынан ештеңе артылмайтын адам. Туған бауырың емес пе? Көмектеседі ғой. Ақшасы жоқ емес, бар. Ондай бауырдың барынан жоқ. Өте ауыр сөз. Қандай жағдайда да жақыныңды жамандау дұрыс емес. Бұл өзіңізге де, отбасыңызға да абырой әпермейді. Ағайындылардың бір-бірін сыртынан сөгуі жағдайды тіпті ушықтыра түседі. Ондай бауырдың барынан жоқ. Мен түсінші едім әке. Туған бауырыңнан қайыр болмаса маған не қыл дейсің? Полицияға арыз жазам. Әке,
қайтарам ғой. Полициясын ес. Ешқайда қашып кетейін деп тұрғам жоқ Мәке. Түсінші енді. Жоқ. Шыдамында шегі бар. Арыз жазам. Бауырыңды жамандау өз қолыңды өзің кесумен пара-пар. Ағайынның арасын суытатын жайттың бірі де осылай сырттай ғайбаттау. Жомарт, қалайсың? Арнаға амансыздар ма? Қалайсың Малдыбай? Жомарт, бауырының қарызын төлеп берсейші. Қандай қарыз? Өткен айда 500 мың алған, бір аптада қайтарам деп. Қайтарам десе қайтаратын жар. Оған менің не қатысым бар? Ернат айтса айтқандай, қиын адам екенсің. Түсінікті болдым. Ернат не айтты? Не деп көкіп тұрсың? Расында бауырыңа жаның ашымайтын қайырымсыз екенсің, Жомарт. Арнаға ұлдарыңыз қандай өзі? Сыртынан жамандап жүр екен ғой оңбаған. Атана үшін балаң жаман дегеннен ауыр сөз жоқ. Бұл олардың жанын жаралайды. Сондықтан бөтен адамға бауырыңыздың кемшілігін айтудан аулақ болыңыз. Жомарт келіпті ғой шетелден. Содан алмайсың ба? Жаңа ғана көлігін көрдім көшеден. Иә, қазір оның басқа да маңызды шаруалары болып тұр. Туған бауырың емес пе? Көмектеседі ғой. Ақшасы да жоқ емес бар. Әрине бар ғой, бірақ қазір бұл мәселемен оның басын ауыртқым келіп тұрған жоқ. Әйтпесе Жомарт ағам қолында барын аямайды ғой, білесіз ғой. Өзің бере алмай айтқан соң айтқаным ғой. Маған енді 1-2 күн беріңіз Мәке. Бір күн, Ернат. Жарайды, ұяты бар жігітсің ғой. Әрине аға. Рахмет. Анаңды Меккеге 6 рет арқалап апарсаң да қарызынан құтылмайсың деген сөз бар. Анаңның разылығын алған адам 2 дүниеде де бақытты. Алыста жүрген кезде анаға күнделікті хабарласып, жағдайын біліп тұру қажет. Алло, апа? Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Әкем қайда? Жарайды. Сіздерге кешке кіріп шығам үйге. Жақсы, жарайды. Алло? Алло, әке. Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Қазір ма? Жақсы, қазір барам. Жарайды. Балам, сен әпең шақырып жатыр, баршы. Не үшін? Өзі сыртқа шықпай ма? Белім ауырып тұр деген, жатыр ғой деймін. Бар, кіріп шықшы. Ой, апа, уақытым жоқ. Балам, қазан сарайға кіргізе салшы. Ой, апа, сол қазан немнен ары бері таси бересіздер. Тұра берсін. Әй, жаңбыр жауса татпасады. Сарайға кіргізіп қою керек. Той, апа, тұра берсін дедім ба, тұра берсін. Немне аяқ астынан пысық-сық кетесіздер осы. Бәзбір шаруаның алға баспауы, үнемі тығырыққа тіреле беруі, ата-ананың ақбатасын алмағаннан болуы мүмкін. Қабақ шытып, қарсы сөйлеп, дөрекілік көрсеткен сайын қартаң жандардың көңіліне кірбің ұялайды. Балам, сен әпең шақырып жатыр, баршы. Әкем бе? Жақсы апа, қазір. Белім ауырып тұр деген еді, кіріп шықшы. Қазір апа. Апарып тастайын. Елгезек бала әке-шешенің көз қуанышы. Ата-ана баланы жастайынан жақсы болуға тәрбиелейді. Болашақта көргені, көкейге түйгені мол, ізетті азамат болады деп үміт етеді. Алда-жалда перзенті өзі білмейтін, білгенің тілін алмайтын қырсық, кер тартпа болып шықса, ата-ана үшін бұл үлкен өкініш. Балам, қазанды сарайға апара салшы. Жақсы апа. Жаңбыр жауайын депті, су тисе татпасады. Апа, сіз демала берсеңізші.
Мен қалған жұмысты өзім тындырам ғой. Мен анама әртүрлі сыйлық жасап тұрамын. Оның қуанғанын көру мен үшін бақыт. Ата-анама күніне бір рет болсын қоңырау шалуға тырысам. Әкем екеуміз балыққа барамыз. Әңгімелесеміз. Әкем шіркін, ақылшым ғой. Аптасына 2-3 рет барып, анамның қолынан шай ішпесем, басым ауырады. Балаларым, мен сендерді тату болса екен деп армандаймын. Қандай жағдайда да бір-біріңе сүйе болып жүрсеңдер, одан басқа бізге бақыттың керегі жоқ. Үлкенің үлкендей, кішің кішідей, өз жолдарыңды біліп сыйласып тұрсаңдар, біз соған риза болар едік. Өмір кино емес, тап осындай көрініс өмірде қайталана бермес. Дегенмен барлық ата-ананың арманы, ішкі ойы осы тақылеттес. Олар перзенттеріміз бір-біріне қарайласпайтын, мейірімсіз, қайырымсыз боп кетеме деп ойымдауы мүмкін. Ал балаларының тату тәтті күйде ынтымағы жарасып, бір-біріне қамқор болып жүргенін көрсе, әрине көңілдері жай табады. Жомарт аға, алдында қарыз берген кісі қысып жатыр. 2 күнде тауып бер деп еді, көмектесе аласыз ба? Қандай қарыз? Мына үйді бітіруге қарыз алып едім ғой бір кісіден. Ей, оның де, мен тұрған неге біреудің қарыз сұрайсың? Әрине көмектесем. Мынау сіздерге мала елінен сәлемдеме. Әкем, мынау сізге. Апа, мынау сізге. Ернат, Алла жазса сені шетелге оқуға жіберем. Бізде болашақ деген бағдарлама бар ғой. Сен соған жақсылап дайындал. Үйдің шаруасымен өзім айналсам. Ең бастысы жақсы оқуға түсіп, мықты маман болып елге оралуың керек. Бәрекелді қарақтарым. Сендер бір-бірлерінің қамдарын ойлап жүрсеңдер, бізге одан басқа бақыттың керегі жоқ. Кәнекей қарағым, келіңдер, бата берейін сендерге. Құдайым қолдасын, жолдарың мол болсын, табыстарың көп болсын, өстіп ойнап күліп жүре беріңдер. Ата-анасының разылығын алған баланың бағыты айқын, болашағы зор болмақ. Ананың мерейін тасытып, атаның абыройын асқақтататын бірден-бір нәрсе әулеттің татулығы. Бірлігі жарасқан тату тәтті шаңыраққа құт қонып, береке дариды.